әріптестер, жаңа оқу жылы басталғанымен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Қосымша білім беру ұйымының басты мақсаттарының бірі балаларға қосымша білім беруді ұйымдастыру барысында әр баланың бойындағы шығармашылық қабілетін оятып, еңбек етуге, өнерде алғашқы қадамдарын жасауға үйретуге ұмтылу. Қосымша білім беру педагогының маңызды міндеттерінің бірі жеке шығармашылық тұлға дайындау. Мен Мұқанова Сәулеман Болатқызы балаларды тәрбиелеу сауықтыру кешенінде мұғалім ұйымдастырушы және қосымша білім беру педагогі болып жұмыс істеймін. Қосымша білім беру бұл адамның зияткерлік, рухани, адамгершілік, физикалық және кәсіптік жетілдіруге білім беру қажеттіліктерін жан-жақты қанағаттандыруға бағытталған білім беру түрі. Қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыру арқылы тәрбиелеудің, оқытудың және дамытудың мақсатты процесі. Қосымша білім беру нысандары ол үйірмелер, секциялар, студиялар және де әдістері ақпараттандыру, ынталандыру. Қосымша білім беру бұл оқушыға білім мен шығармашылыққа деген тұрақты қажеттілікті алуға, өзін-өзі жүзеге асыруға, кәсіби және жеке тұлға ретінде өзін-өзі анықтауға мүмкіндік беретін дәлелді білім. Көптеген зерттеушілер балаларға қосымша білім беруді, қосымша білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру арқылы білім беру мен оқытудың мақсатты процесі деп түсінеді. Келесі негізгі бағыт-бағдар бойынша жұмыс жасаймыз. Өңірде қосымша білім беруді қолдауға бағытталған іс-шараларды өткізу және түрлі жобаларды іске асыру. Оқушылардың зияткерлік шығармашылық әлеуетін және рухани адамгершілік тәрбиесін қолдау және дамыту. Волонтерлік қызметі, оқушылар арасында туристік өлкетану және экологиялық тәрбиені дамыту. Сондай-ақ балалар, жасөспірімдер ұйымдар мен қозғалыстарын қолдау және дамыту. Өскелең ұрпақтың шығармашылық зияткерлік әлеуетін, патриоттық және рухани адамгершілік тәрбиесін іске асыру және дамыту үшін жағдай жасау. Өскелең ұрпақ арасында көшбасшылық қасиеттер мен өмірлік қажетті дағдыларды дамыту. Қосымша білім беру жүйесінде әр оқу бағдарламасын меңгеру нәтижесі баланың өзі таңдаған бағытында қызығып емделуі. Сондықтан қосымша білім беру жүйесі оқу бағдарламасы әр балаға лайықты құрылады. Балаларды тәрбиелеу сауықтыру кешенінде 9 аула клубы бар. Біздің аула клубтарында және балаларды сауықтыру тәрбиелеу кешенінде сан алуан бағытта үйірме жұмыстар жүргізіледі. Ұлттық бағытта тоғызқұмалақ үйірмесі, ұлттық қолөнер үйірмесі, жас талант домбыра үйірмесі. Спорттық бағытта балалардың қуана ойнайтын шахмат және шашки, жеңіл атлетика, үстел теннисі, туризм және скалолазание үйірмесі. Сәндік қолтаңбалы сурет бағытында үйірмелер де бар. Және де ұлттық би өнері, брейк-данс, заманауи би үйірмелері жұмыс жасайды. Туристік бағытта бір үйірме жұмыс жасайды. Осы үйірмелерге қала мектептерінің 7 жастан 18 жас аралығында оқушылар қатысады. Мен өзім жұмыс жасайтын люкс аула клубының және гүлдер би үйірмесінің жұмысына және жетістігіне тоқтала кетсем. Люкс аула клубы Рудный қаласының Парковый көшесі 34-ші үйде орналасқан. 2003 жылдан бастап жұмыс істеп келеді. Айына бізде 463 бала өтеді. Үйірмелер саны 3. Клубтың ең негізгі миссиясы ол дені сау шығармашылық тұлғаны тәрбиелеу. Люкс аула клубының негізгі бағыты спорт және туризм. Клубымызда қазіргі таңда 3 үйірме жасап жатыр. Ол жеңіл атлетика үйірмесі, гүлдер би үйірмесі және экстрим өрмелеу және туризм үйірмесі. Біздің аула клубымыздың міндеттері: дарынды жастарды анықтау және дамытуға бағытталған турнирлер, конкурстар, сондай-ақ викториналар мен фестивальдерді өткізу арқылы балалардың зияткерлік құрамын дамыту. Туристік экспедициялық бағыт, слеттер, экспедициялар, бағдарлау, жорықтар саласында іс-шаралар өткізуді жандандыру арқылы өңірде туризмді дамыту. Облыстық құрылымдар мен ұйымдармен бірлескен жұмыс көркем және музыкалық мектептер, мамандандырылған мектептермен тығыз жұмыс жасау. Бәсекеге қабілетті арттыру және балалардың ынтасын күшейту мақсатында балалардың республикалық конкурстар мен фестивальдерге қатысуы. Конкурстарға, жарыстарға және фестивальдарға қатысатын балаларды республикалық және халықаралық конкурстарға қатысуға дайындау мақсатында оларды қамтуды ұлғайту. Әртүрлі деңгейде шығармашылық конкурстарда, жарыстарда және фестивальдарда қатысушылардың нәтижелігін жыл сайын арттыру. Балалармен жұмыстың түрлі аспектілері бойынша проблемаларды анықтау. Бұл тұста ауыз толтырып айтарлықтай біраз жетістіктеріміз де бар. Біздің аула клубымызда үстел теннисінің чемпиондары, өзіміздің КВН ойыншылар командасы бар. Аула клубымызда сонымен қатар белсенділер тобы да жұмыс істейді. Белсенділер тобы педагогтың 10 қолы десем де болады. Себебі олар
әр өткізетін іс-шараға өздерінің көмектерін аямай береді. Спорттық, туристік, ұжымдық, шығармашылық технологиясы туристік бағыттағы үйірмелерде кеңінен қолданылады. Біздің люкс аула клубымызда жас туристік клуб жұмыс атқарады. Туристік сайыстар, чемпионаттар мен спартакиадалар барысында ұжымдық шығармашылық жұмыс өз нәтижесін береді. Бұл технологияның негізгі мақсаты да балаларды ұжымда жұмыс істеуге тәрбиелеу, өзара түсіністік, қарым-қатынас, бәрі бір үшін қағидасын қалыптастырады. Балаларға арналған қосымша білім беру мекемесінде жұмыста қазіргі кезеңде технологиялар балалар қызметін ұйымдастыруда нәтижелі тәсілдер мен әдістерді таңдауға, олардың белсенділігіне, өзін-өзі дамытуға мүмкіншілік береді. Бүгінгі күн талабына сай, үйірмешілеріміз қашықтықтан өткізіліп жатқан бірнеше халықаралық, республикалық, облыстық, онлайн сайыстарға қатысып, бірнеше жүлделі орындар иесі болып жүр. Жас спортшыларымыз қалалық, облыстық, республикалық жарыстардың белсенді қатысушылары және де бірінші, екінші, үшінші орындар иегерлері. Өздері жас болса да, спорт мастері, спорт шебері атағын алған спортшыларымыз да бар. Гүлдер би үйірмесінің құрылғанына небәрі 3 жыл болса да, қазіргі таңда 3 топ құрылып жұмыс жасап жатыр. Олар 2 кішкентай топ және 1 үлкен топ. Құрылғанына аз уақыт болса да, көптеген челлендждерге, сайыстарға, қалалық жарыстарға, қашықтық жарыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болып жүр. Балалар тәрбиелеу сауықтыру кешенінің әр мерекесі бишілерінің белсенді қатысады. Қорытындылай келсек, люкс аула клубының 3 жылдық жетістігін осындай диаграмма арқылы көрсетуді шешті. Мұнда яғни жаңадан балаларды аула клубына тарту және қаланың басқа да балалармен тәжірибе алмасу көрсеткіші өскенін, және де балалардың өзін-өзі дамуын, шығармашылық даму деңгейлерін өскенін көреміз. Балалардың денсаулығын нығайту, олардың физикалық қабілетін дамыту, сондай-ақ дене шынықтыруға қызығушылығын ояту. Қосымша білім беру жүйесінде қатаң регламент жоқ. Бірақ балалар мен ересектер арасында еркін сыйластық, қарым-қатынас, шығармашылықпен айналысуға және жеке тұлға болып қалыптасуына жасаған жағдайлар жеке тұлғаға бағытталған технологиялар іс жүзінде пайдалануға мүмкіншілік береді. Бұл әдіс-тәсілдер тұтас болмаса да, кейбір элементтері дәстүрлі әдістерде көрінеді. Яғни, педагог өз қызметінде әр технологиялардың элементтерін қолданады. Мысалы, топтық жұмыс, жекелеген ізденіс жұмыстары, тірек сызбалар сияқты технология элементтері бұрыннан таныс. Қазіргі кезде осы және басқа да технологиялар әсіресе қосымша білім беруде кеңінен қолданып жүр. Сонымен, жеке тұлғаға бағытталған технологиялардың мақсаты ол баланың өз өміріндегі тіршілігі тәжірибесінде пайдалану негізінде оның жеке танымдық қабілеттерін барынша жоғарғы деңгейде дамыту. Қосымша білім беру педагогы бұл педагогикалық қызметкер, оның міндеттеріне қосымша білім беру саласындағы білім алушылардың әртүрлі шығармашылық қызметіне басшылық жасау. Бұл жеке тұлғаның физикалық, интеллектуалдық, моральдық, рухани дамуын, күш-жігерді біріктіруге арналған қосымша білім беру мұғалімі. Мен өз жұмысымды жақсы көремін. Және де мен үшін балалармен сөйлесу ол маңызды. Мен мейірімді де және қатал, ашық және олардың жан дүниесін түсінуге тырысамын. Талашылдықты, шынайы қайырымдылықпен үйлестіруге тырысамын. Ол үшін көмекші мен шығармашылық әлеміне жол көрсетуші болып, менің басты міндетімде болар ойлаймын. Мен әр баланың қадір-қасиетін көрсетуге тырысамын, қиындық деңгейі бойынша таңдау тапсырмаларды ұсынамын. Мен олардың шығармашылық қабілеттерін ашуға және әр баланың өзінің қандай өнерге жақын екенін ашуға тырысамын. Балаларды мені жақсы көретіні және менің ойымша бұл әр келген ұстаздығы үшін ең жоғарғы марапат. Өйткені балалардың махаббаты ол ең жоғарғы марапат. Рахмет, назарларыңызға.